сияқты ғой. Сол кезден бері Еркеш сіздің ойыңызды білген. Екеуі андай Балауса ханым, біреу сыртта біреу іште, бірақ бір-бірін андай әлі жұп көретін сияқты ғой. Бір-бірін қимайды. Просто айдағы айтарында Балауса ханым осы арада отырып қаншама сөз берді. Еще тем более анасына да сөз берді. Біріншіден жобаны да сыйлаған жоқ, екіншіден анасын да сыйлаған жоқ. Жобада отырудың әлмен қарай қажет жоқ деп ойлаймын мен. Жоқ, Балауса мына жерде жаңа Айда айтып жатыр ғой, кішкентай нәрсені сендер шығарып жіберсін деп айтып жатсыңдар. Бұл жерде кішкентай нәрсе емес, бұл жерде махаббат болып тұр. Балауса ханым, бұл қыздың жүрегінен кетпеген, ол соқырға да көрініп тұрған дүниеді. Жаңа Айда айтып жатсын. Балауса ханым айтты ғой, сені бұндайға қимаған едік, бұлай деп ойламаған едік деп. Біз сені жамандыққа қимаймыз, бірақ басынан кеп айтатын болсақ, осы жобаға келген кезде мен точкасын қойдым, Балауса ханым. Енді ол адамды көрмеймін, қайта қабылдамайым деген сөздер орын алды, бірақ ол сөздер қайттан өзгерді. Ол біріншіден, енді қараңыздар, жаңа Расул айтып жатыр ғой, барлығына сабақ болсын деп. Сабақ болу керек болса, бұл қыздың жүрегі бос емес, 100%-ға. Ринаттың да жүрегі бос емес. Онда екеуі де шықсын жобадан. Ақыр әділдік керек болатын болса, бұл жерде ше, егер де Айда шығып кететін болса, Ринат отыратын болса, бұл жерде әділетсіздік болады. Және де айтып жатыр ғой, жаңа кім сырттағы Еркеш әдей қастандық істеген сияқты, басқа істеген сияқты деп. Бұл жерге Еркешті қанша жерден қоссақ та, сен ол нәрселерді болдырмауына сенің қолынан келетін еді. Сен шықпай-ақ қойғанда, сол адаммен үзілді кесілді, жаңағыдай кездеспей-ақ қойғаныңда, сыртта сен бізге не дедің? Аягөз, мен ол адамның қандай екенін білдім, енді оны көрмеймін, енді оған хабарласпаймын дедің, Бүкіл қыз мына жерде біз осы Айдаға айтатын бір сөзіміз бар, Балауса. Қойшы соны, міне Нұржан деген жап-жақсы бала ғой, араласшы, көрші, танышы, жібер, ондай адаммен бақытты болмайсың деген жанымыз ашығаннан кейін айттық. Қазір сен бір шығып кеткенің біз қалап отқан жоқпыз. Біз бәріміз де жанымыз ашып отыр. Просто шындық осы, сен жақсы көресің, ол адамды жібермегенсің, Айда просто мойындамай отырсың. Мына жерде Аягөзбен екеуміздің андай немізше жер мен көктей Аягөз. Қарап отырсаң, Айда мен екеуміздің жер мен көктей. Жер мен көк емес, оның да жүрегіміз емес. Мен Жансаямен сыртта кездесіп, бір-бірімізден бетімізден сүйіп видео түсіріп жатқан жоқпыз. Или бір жерге шығып жатқан жоқпыз. Қайда бізде переписка де жоқ. Мен жақсы көрдім, одан жүрекке әмір жүрмейді. Жақсы көрсем жақсы көрген шығармын. Бірақ оны ұмытып тырысып, мен үміткер күтіп отырмын. Адамның орны адам басады негізі. Ринат мырза, қараңыз, бұл жерде кім сыртта жолықты болып тұрған жоқ, жүрек бос па, бос емес па болып тұр. Сіздің жүрегіңіз бос болса, каждый сөзіңізге мына жерде Жансаяны қоспайсыз. Ол да халыққа кәдімгідей соқыр адамға да көрініп тұр да, сіз жақсы көресіз әлі күнге дейін. Егер де шындыққа келетін болсаңыз, сіздің жүрегіңіз бос емес. Енді Аягөз, мына жерде мен жаңағыдай айтып тұрмын, мен сыртта кездесіп жатқан жоқпын онымен. Бұл ұқсап, бұл сыртта кездесіп, олмен жоба шартын бұзып, бір-бірін бетіне сүйіп, өзің көріп тұрсың ғой видеоның бәрін. Барлық халық біледі ғой, Ринат мырзаның аузындағы сөзіне, мен жобаға Жансая үшін келдім, мен оны жақсы көремін. Осы жерде мені алып кеткім келеді. Және де жаңа Жансаяның атын ұмытып қалдым, көреміз әлі соңына дейін барама, мен оны бақылаймын. Егер де болмай қалса, мен өзім аламын дегенге келтірдіңіз. Сіздің сөзіңіз барлығымыз естідік қой осы жерде. Енді әңгіме айтылды, ол ауыз сөздің бәрі менен шықты. Бірақ қара, ол қыз мені ұнатпады. Ол басқа адам таңдады. Қазір сол адаммен ол дейтін қазір андай жұптыққа келе жатыр. Мен олардың ортасына түспеймін. Мен жоба бұзған жоқпын. Мен жобада айттым, мен жақсы көрдім. Мен сыртта айтқан жоқпын. Сол сияқты ғой. Жоқ, жігіттер, қыздар, былай ғой. Мен түсініп тұрмын, былай ғой. Ринат шартты бұзған жоқ. Біздің шартымызды бұзған жоқ. Бұл жерде Ринат өзі мен жобадан кетсем қалай болады? Осындай ойым бар, себебі жүрегім бос емес деген әңгімені айтқан кезде біз айттық. Сіз қалыңыз. Таныстық алаңы бұл жерде. Бәлкім Жансая болмаса, басқа бір қызға ғашық боласыз. Теңіңізді тауып кетесіз деп мен де айттым, басқа қатысушылар да айтқаны бар. Және де ал бұл жерде ситуация қалай болып тұр? Аида егер де сыртта кездесетін болса, өзге жанға ғашық болса және сонымен сыртта кездесіп жүретін болса, онда біздің не керегіміз бар деген дүние. Және менің ойымша, осы күнге дейін, осы кездесуге дейін біз білдік. Аиданың ішінде әлі де Еркешке деген сезімінің бар екенін. Біз бірақ қызға көмектескіміз келіп, жобаға қайта алған болатынбыз. Өздеріңіз естеріңізде осы жерде Аида өзіңізбен сөйлестік. Қыздың жанын қыз түсінеді деп осы жерде жаңа өмір бастайсыз Аида деген секілді сізді қабыл алдық, қолдау көрсеттік. Бірақ біздің қолдауымызға дәл бұлай бір қолыңызды бір сілтегендей болдыңыз.
Себебі мен сізді тіпті танымай да қалдым, түсіне де алмай отырмын. Неге Аида соншалықты өзін тастап жіберді дегендей. Және қоштасу үшін кездескен деген сөзге біз мына видеодан кейін тіпті сенгіміз келмейді, Аида. Және өзіңіз айтып жатсыз ғой. Мен Еркешке кеше ұрыстым. Қатысушылар тыныш. Неге мен сторисқа салып жібердің, неге осылай жасадың дегенде, сонда сіз әрі қарайда бізді алдағыңыз келді ма? Біз білмей қалуымыз керек болды ма? Керісінше Еркешке рахмет айтамыз. Менің ойымша шындықты ашып бергеніне, себебі ол кісіге менің түсінгенім бойынша сізге де бізге де бәрібір. Я негізі Балауса дәл осы тұста сіздің айтып отқан күдігіңіз Расулбек, міндетті түрде сіз тыңдаймын, бірақ Аида айтып алыңызшы. Балауса ханым, енді барлығын дұрыс айтып отырсың. Мен бір айтып отқан жоқпын, бір жоба шартым бір бұзбадым деп. Мен бұздым. Ол нәрсені өзім де қателескенімді, қателік жасағанымды, ол нәрсенің бәрін түсініп отырмын. Ол мысалға бар қандай нәрсе, барлығы айтып отқан бір сөзді, сен сезімің әлі өшкен жоқ деген нәрсені сен әлі жақсы көресің. Мен жақсы көрген шығармын, бірақ адамда ол нәрсе суиды ғой. Арақатынаста сендер білмейтін көп дүние бар да ол жақта. Содан кейін мен ол нәрсені жіберім керек болды Балауса ханым. Оны білмейді ешкім. Оны бір-екі адам ғана біледі да ол нәрсені. Бірақ сол нәрседен кейін мен оны жіберім керек Балауса ханым. Ол нәрселердің барлығын Аида. Инанка жерде айтып отыр ғой, бір Еркешті жақсы көргеннен, бетінен көрініп тұр қандай. Мен жақсы көрмеймін, жек көріп кеттім Балауса ханым ол адамды. Сіз жек көресіз, бірақ жақсы көретін болып тұрсыз ғой. Жақсы көрмеймін Балауса ханым, мен оны жақсы көрмеймін. Мен қалай айтам ол нәрсені, қалай мен көрсетсем, мен ол жігітті мен жақсы көрмеймін, болды. Ол кетті, білмеймін бар ғой. Қалай түсініп, қалай айтатынымды мына жерде білмеймін ол нәрсені. Аида, былай ғой, егер сіз нақты қатты бар жан тәніңізбен жек көретін болсаңыз, сіз онымен кездесуге бармайсыз, сіз қоңырауына алмайсыз, сіз мүлдем ол адамның өміріңізде пайда болғанын қаламайсыз, тіпті есімін де біреу айтса естігіңіз келмейді. Жек көру деген осы. Ал бірақ сіздің ішіңізде бәрібір де жақсы көру сезімі бар болып тұр. Бірақ тіпті қоштасудың өзіне сіздің кездескіңіз келді және барғаннан кейін, мына видеоны көргеннен кейін, мен сене алмаймын, сіздің бәлкім айтқан шығарсыз, Еркеш керек емес, мен таныстық бастамаймын дегенде, бірақ сіздің әрекетіңіз деген жауап қой Еркешке берілген. Мен ол жерде Балауса ханым бір бағана да айтып кеттім. Сіз Аида жаңа ғана тағы да айттыңыз, мен қоштасу үшін ішімдегінің барлығын айту үшін деп. Ішіңіздегі барлығын деген ол ешқашан да бітпейді. Жақсы көретін болғандықтан сіз дәлелдей бересіз, бара бересіз, кездесе бересіз. Оның барлығын аяқтау үшін, нүктесін қою үшін ол адамды ұмыту керек. Барынша өзіңізді қолға алу керек. Расулбек. Негізі әңгіменің барлығын бағанадан бері осылай әдемілеп түсіндіріп айтуға әрекет жасап жатырық та, бірақ шынымен әңгімеден кішкене ауытқып кетіп жатырмыз да. Мына жақта Ақеркенің таныстығы бұрынғы, енді мына жерде Ринатты әңгімеге қосып, негізі шынымен әдемілеп келе жатырық. Бағана Балауса ханым сіздің дәл қазір түсіндірген күдіктеріңіз негізі 100% орынды болып тұр да. Бұл жерде енді мәселенің шет жағасын біз түсіндік. Енді нақты шешімге келіп тұрық та, Аида осы тірлігі үшін жобадан шығу керек пе, немесе жобада отырып әрі қарай жалғастыру керек пе деген сияқты. Сол кезде енді біз өзіміздің жаңағы пікірімізді, өзіміздің құқығымызды білдіре отырып, жобадан кеткен дұрыс шығар деп айтып жатсақ, мына жерде Аида айтып отырып та маған, мысалы, сен де осы кезге дейін қаншама дүниелерді бүлдірдің, сен де кету керексің дегенге келтіріпші. Ол дүние өткенде қалды да, негізі екеуміз бірге де көп нәрсе бүлдіргенбіз, кету керек болса, бірге кетуіміз керек пе деп ойлаймын да. Сондай мәселе да, бірақ бұл жерде шынымен негізі бір нәрсе бар ғой, Балауса ханым, бір дүние қайталанса, ол нәрсеге кешіріммен қарауға болады. Мақұл, 2 рет қайталансын, бірақ ол дүние қайталанып, бір дүние қайталана берсе, ол дүние әдетке айналса, ондай кезде оған кешіріммен қарау қаншалықты орынды мысалы. Расулбек, сөзіңізді сұрай кетейін, сіз нені айтып тұрсыз? Екеуміз бірге бүлдіргенбіз деген не сөз? Жоқ, өткен шақпен айтып жатқан ғой, не? Түсініп тұрмын, өткен шақ. Не болса да? Расулбек, енді А дедің ба, Б айтсашы, тыңдайық. Жоқ, бүлдіргенде енді естеріңізде болса... Яғни сіздің айтқыңыз келгені, біз екеуміз де бірдей жоба шартына қарсы дүниені жасадық қой? Егер шығу керек деген жоқ, егер шығу керек болса, сондай шешім қабылданса, онда бірге кетуіміз керек сияқты дедім. Неге? Өйткені енді Аида екеумізде де біраз мәселелер болды ғой жобада отқан кезде, естеріңізде болса, бір ай бұрын ғой деймін. Бірақ сіздің ол кезде айтқан түсінігіңіз бойынша, сіз мен ештеңе бүлдірген жоқпын дедіңіз.
жай ғана суретке түсті, мұнда Жоқ, тұрған не бар негізі деп. шыны керек бүлінген дүниелердің барлығы сол кезде шықты ғой. Айдаң тарапынан да шықты, менің де тарапымнан шықты. Мен сол шыққан мәселелерге сүйене отырып, мен осы дүниені қазір көтеріп отырмын. Әлде Расулбек, сыртта кездестіңіздер ме сол кезде? Расулбек, Себебі- сен қазір ойсап беріп отырсың ғой, мысалы ше, маған да халыққа да ойсап беріп отырсың. Бастадың ба әңгімеңді? Нақ қып айтшы. Жоқ, бәке, Не негізі күдігің орынды, бірақ бәке ол кезде бәке сен қатысушы болмадың, қатысушылықта болмадың, ортамызда болмадың. Сол кездерде бізде Аида екеумізде достықты, қатысушылар да халықта бір махаббатқа балап, сондай дүниелерді шығарып жатқан кезде сондай мәселелер туындады. Мен сол туындаған мәселелерге сүйене отырып, мен қазір осы пікірді айтып. Жақсы. Жоқ, енді Одан болса мен артық жауап ештеңе бере болған салайыншы. Жалпы енді екеуміз де бірге бүлдірдік, екеуміз де шығуымыз керек деген әңгіме айтып отыр ғой бұл жерде. Менде Расулбек сенімен әңгіме болатын болса, ортада болды. Мен ешқашан сенімен демалыс күні бір жерге барып шығып, қыдырып, ондай нәрсеме де болмаған Жақсы, кездесу. Аида, Расулбек, сіздерді түсіндік. Жақсы, Дәулет, ашуланып отырсыз ғой, не болды? Жоқ, мына жерде негізі жоба шартын бұзған біраз адам бар екен да. Сол кезде бұзған кезде бетің бар, жүзің бар демей шешім жаңадай не шара қолдану керек. Сол кезде дәл осындай қателік мүмкін болмас па еді. Бірақ енді жаңа Жансаяның атын қайта қозғап жатыр ғой. Енді таныстықта жүргеннен кейін маған да тиеді да ол іш. Қанша өзіме қабылдамайын десем де қабылдап қойып жатырмын. Оның үстіне қасында отырып Жансая Ринат жобадан кететін болса мен де кетемін дейді. Жоқ, анау. Жоқ, одан кейін қалжың. Жоқ, одан кейін қалжың дейді да. Иә. Мына жерде мен көңілімді ойлап тұрған жоқ та ол. Мен үндемеген сайын сен мүлдем басыма шығып баратқан сияқтысың керісінше. Жансая, бұл еркелігіңіз ба, жай ашуына тиін деп отырсыз ба? Жоқ, просто андай реакциясын айтты, қызғанған түрі соған ғана тексеріп атак, ондай жаман ойым жоқ, құрсын, жоқ, қалжың. Демек, бұл еркелік. Иә. Дәулеттің сізді қызғанғанын қаладыңыз. Ұнайды маған сол қызғанғаны. Иә, Балса ханым. Жақсы, қазір Оразғали, міндетті түрде тыңдаймыз пікіріңізді. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін түйінін, мәселенің қалай шешеміз бірге білеміз.